Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 7-ші сыныпқа арналған виртуалды сабағына қош келдіңіздер. Бөлімі спорт және денсаулық күтімі. Тақырыбы еңбекпен келген жеңіс. Нөмірі 9-шы сабақ. Осы сабақта қол жеткізетін сабақ мақсаттары: тыңдалымның негізгі мазмұнын түсіне отырып, берілген ақпараттарды кестеде, диаграммада, сызбаларда қолдану. Сұраққа жетіп алады арқылы алдарыңыздағы суретте нені көріп байқадыңыздар? Суретті көріп, мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Мына суреттерде не бейнеленген? Қазақстанның қандай олимпиада жеңімпаздарын білесіздер? Өте жақсы, балалар. Мен сіздерге ықтимал жауаптарды ұсынайын. Суреттерде олимпиадаға қатысатын спорт шеберлері мен олимпиада нышаны көрсетілген. Олимпиада нышаны ретінде бір-бірімен айқаса байланысқан 5 дөңгелек олимпиада сақиналары бейнеленген. Бұл сақиналар 5 түске боялады: көк, сары, қара, жасыл және қызыл. 4 жылда бір рет өткізілетін ең ірі халықаралық кешенді спорттық жарыс дейді. Олимпиада ойындарының ұраны тезірек, жоғарырақ, күштірек. Спорт шеберлеріне келетін болсақ: Василий Жиров, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ыбраимов, Ольга Шишигина, Бақтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев. 94 келіде өнер көрсеткен ауыр атлетіміз Илья Ильин. Бірінші алтынды велошабандозымыз Александр Винокуров жеңіп алды. Майя Манеза, Светлана Подобедова, Ольга Рыпакова, Серік Сәпиев және тағы да басқалары. Я, балалар, еліміздің спортшыларын білетінімізге көзімізді жеткіздік. Ал ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еңбекпен келген жеңіс. Осындай спортшымыз грек-рим күресінің олимпиада жеңімпазы Үшкемпіров Жақсылық туралы жақынырақ танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныса отырайық. Спорт шебері, бапкер, кәсіподақ, еңбек ері, мұражай, малдәрігерлік, жүлдегер, нұсқаушы. Жаңа сөздерді 3 тілде оқып үйренсек: спорт шебері, мастер спорта, мастер оф спорт, бапкер, тренер, коуч, кәсіподақ, профсоюз, тренер, еңбек ері, герой труда, hero of labor, мұражай, музей, мюзеум, малдәрігерлік, ветеринар, ветеринариан, жүлдегер, призер, прайз юннер, нұсқаушы, инструктор, инстрактше. Сіздерге мәтін оқитын боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Семей университетін, Қазақ спорт және туризм академиясын бітірген. КСРО чемпионатының алтын, күміс және қола жүлдегері, КСРО халықтар спартакиадасының жеңімпазы, 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдесін, 1981 жылы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 1980 жылы Мәскеуде өткен олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. Қазақ КСР мемлекеттік спорт комитетінде нұсқаушы, республикалық кәсіподақтардың ерікті дене шынықтыру спорт мектебінің директоры қызметін атқарды. 1993 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры құрмет белгісі орденімен марапатталған. Бірінші тапсырма: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, сызбаларда берілген ақпаратты сипаттаңыз. Критерийі: мәтіннің мазмұнын түсініп, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты қолданады. Дескриптор: мәтіннің мазмұнын түсінеді, қолданады. Белгідегі ақпаратты сипаттай алады. Өте жақсы, балалар. Мен сіздерге ықтимал жауапты ұсынайын. 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдесінің иегері, 1951 жылы Жамбыл облысының дүниеге келген. 1980 жылы Мәскеуде өткен олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. 1981 жылы әлем чемпионы атағын жеңіп алды.
1990 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры болған. Екінші тапсырма. Кестедегі сөйлемнен құрмалас сөйлемдерді қосу белгісімен белгілеңіз. Критерийі: сөйлемнің мазмұнын түсініп, кестені таңбамен белгілейді. Дескриптор: сөйлемнің мағынасын түсінеді, құрмалас сөйлемді анықтайды. Керемет, балалар. Ал енді өздеріңізді тексеріңіздер. Жарайсыздар. Құрмалас сөйлемді дұрыстапты деген ойдамын. Құрмалас сөйлемнің ережесіне тоқтала кетейікші. Құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін. Мағыналық жағынан өзара байланысты бір тұтас сөйлем. Қызметі жағынан оның жай сөйлемнен өзгешелігі жоқ. Екеуі де ойды екінші бір адамға білдірудің құралы. Құрмалас сөйлем жасалу жолына қарай үш түрге бөлінеді: салалас, сабақтас, аралас. Сіздер құрмалас сөйлемнің мынадай белгілерінен тапқан боларсыздар. Кем дегенде екі жай сөйлемнен құралып, әр сөйлемде предикаттық қатынас болады. Кей жағдайда бастауыш айтылмағанымен баяндауыш арқылы білініп тұрады. Ал құрмалас құрамындағы жай сөйлемнің әр бірінде баяндауыш болуы міндетті. Үшінші тапсырма. Диаграммада берілген бағандарға жылдары мен оқиғаларын жазып, 3-4 сөйлем құрастырыңыз. Дескриптор: диаграммада берілген мәліметтерді түсінеді, жылдары мен оқиғаларды пайдаланып 3-4 сөйлем құрастыра алады. Жақсы, балалар, мен сіздерге ықтимал жауапты ұсынамын. 1951 жылы дүниеге келген, 1980 жылы қазақ елдің спорт шебері Жақсылық Үшкемпіров олимпиада жеңімпазы атанды. 1981 жылы әлем чемпионы атанған еді. 1993 жылы Жақсылық спорт клубының директоры болды. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді осы кестелерге жазып топтастырсаңыздар. Қызметі, чемпионның жетістіктері, оқыған оқуы. Өте жақсы, балалар. Міне алдарыңызда ықтимал жауаптар тұр. Чемпионның жетістіктері: Қазақстан және халықаралық турнирлердің жеңімпазы, КСРО чемпионатының алтын, күміс және қола жүлдегері, КСРО халықтар спартакиадасының жеңімпазы, 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдесін, 81 жылы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 1980 жылы Мәскеуде өткен Олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. Қызметіне келетін болсақ, Қазақ КСР мемлекеттік спорт комитетінде нұсқаушы, республикалық кәсіподақтардың ерікті дене шынықтыру спорт одағы спорт мектебінің директор қызметін атқарды. 1990 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры. Оқыған оқуы: ол Семей мемлекеттік университетін, Қазақ мемлекеттік спорт және туризм академиясын бітірген. Өте жақсы. Енді түйіндей кетсек, яғни бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, сабақ мақсаттарына жете алдыңыздар ма? Қажетті білімді толық меңгердік пе? Қай дағдыны қалыптастыра алдыңыздар? Келесі сабақта неге көңіл бөлуіңіз керек? Балалар, мен сіздерге үй тапсырмасы ретінде ізденіс жұмыстарын ұсынып отырмын. Яғни, сіздер келесі сабаққа өлкеңізден шыққан олимпиада жеңімпаздарының өмірбаяны мен жетістіктерін зерттеу, олардың қандай еңбектер жасай отырып, жеңіске жеткен жолдарын зерделеу. Еңбекпен келген жеңіс атты тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.